Құрметті ұстаздар, сіздерді төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Менің сынып жетекшім Зәуреш Аденова. Бұл ұлы тұлғаға мың алғыс. Ал дәл қазір менің жүрек жарды өлеңімді екінші анама арнаймын. Бүлдіршін тәрбиесі табысыңыз, бүгінде қарыздарымыз бәрі үшіміз. Шәкірттен алғыс алып қашанда жемісті бола берсін әрісіңіз. Зәуреш апай, сізді мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын. Бізге бар білгеніңізді үйретіп, жақсы қасиеттерді бойымызға сіңіртіп жүргеніңіз үшін сізге көптен көп рахмет айтамын. Сіздің біз үшін алар орныңыз ерекше. Құрметті Зәуреш апай, келе жатқан мұғалімдер күнімен сізді шын жүректен құттықтаймын. Алға қойған мақсаттарыңызға жетістіктермен жете беріңіз. Құрметті Зәуреш апай, бүгін сізді келіп жатқан ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, мол бақыт, қажымас қайрат тілеймін. Жұмысыңыз табысты болсын. Алланың назарында бақыттың базарымен жүре беріңіз. Тағы да ұстаздар мерекесі құтты болсын. Апай, сізді мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын, және де деніңізге саулық, және де үлкен мол табыстар тілеймін. Апай, және сізге алғысым шексіз, себебі үнемі бізді қолдап жүресіз, қол ұшыңызды барынша келгенше көмектесіп тырысасыз, және де үнемі күліп жүріңізші мерекеңізбен. Апай бізге әрқашан қолдау көрсетіп, ақыл кеңестерін айтып жүреді. Әрдайым бізге білген үйретуден жалықпаған. Сабырлы болуды, әдепті болуды, сыйластықта болуды, мейірімді болуды, байыппен сөйлеуді үйретті. Ақ пен қараны, жақсы мен жаманды айыруға үйрететін ұстаз. Сол себепті, құрметті ұстаздар, сіздерді бүгінгі осы кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге ең бастысы дендеріңізге саулық, жұмыстарыңызға сабырлық, отбасыларыңызға бақыт тілеймін. Сол себептен осы менің қазіргі әсем әнімді қабылдаңыздар. Тыңдаған көңілдегі толғамымды, шыңдаған тәрбиеммен талғамымды, өмірдің маған сыйы деп білемін. Өзіңдей жанға